Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Экологиялық мониторинг деректерінің негізінде жұмыс орнында ережелер мен нормаларға сәйкестігін орындау модулі бойынша табиғатты пайдаланудың экономикалық негіздері пәнінен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әуе кеңістігін қорғаудың экологиялық-экономикалық проблемалары. Сабағымыздың мақсаты атмосфералық ауаның жер бетіндегі барлық тіршілік иелері үшін маңызы мен қажеттілігі туралы түсінік бере отырып, оны қорғауға үйрету. Қоршаған ортаға антропогендік әсердің экономикалық залалын есептеу әдістерін үйрену және қоршаған ортаның ластануының теріс әсерін бағалау. Күтілетін нәтиже: атмосфераны қорғау бойынша білім мен дағдыларын қалыптастыру, қоршаған ортаның ластануынан келетін экономикалық зиянға бағалау жүргізу, қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерін айқындау. Атмосфералық ауа негізгі табиғи ресурстар мен тіршілік ету элементтерінің бірі. Жер бетіндегі барлық тіршілік иелері үшін қажет. Адамдардың қалыпты өмірі, өсімдіктер мен жануарлар әлемінің жағдайы ауаның болуына ғана емес, сонымен қатар оның белгілі бір тазалығына да байланысты. Ластанған ауа жерді, суды, теңіздерді және мұхиттарды ластау көзі болып табылады. Ауа бассейнінің сапасы биосферадағы экологиялық тепе-теңдікті сақтаудың маңызды факторы болып табылады. Сондықтан атмосфералық ауаны қорғау қазіргі уақытта бүкіл адамзат үшін шұғыл экологиялық проблемаға айналды. Студенттер, келесі видеоға назар аударыңыздар. Ластану қоршаған ортаға зиянды заттардың бөлінуін білдіреді. Ауа ластануының негізгі себептеріне көлік пен жанармайдың жануы жатады. Ластаушы газдар бұдан да кең тарайтын зиян келтіреді. Олар химиялық реакцияға түсіп, қосымша зиян тудыратын тұмша мен қышқылды жауын түзеді. Күкірт диоксиді мен азот оксидтері секілді газдар жаңбыр суымен әрекеттесіп, оны қышқылды жауынға айналдырады. Қышқылды жауындар өзендерді ластап, балықтарға зиян келтіріп, түрлерді тіршілік ету орталарынан көшіріп, экожүйеге орасан зор зақым келтіреді. Көліктер мен өнеркәсіптен бөлінетін азот оксидтері сияқты химиялық өнімдер күн жарығымен әрекеттескенде жер бетіндегі тұмандарға ұқсас фотохимиялық тұмшалар түзеді. Құрамында озон секілді зиянды заттардың улы қоспасы бар мұндай тұмшалар өндіріс газдарына қарағанда адамдарға көбірек зиян тигізеді. Болашақта халық санының өсуіне және жанармайдың көбірек жағылуына байланысты ауа одан да қатты ластануы мүмкін. Егер біз қоршаған ортамызды мәңгіге ластанудан сақтағымыз келсе, шұғыл түрде экологиялық таза отын түрлері мен энергия көздерін дамытуымыз қажет. Қоршаған ортадағы ластаушы заттардың құрамы сырқаттың көбеюіне соқтырмас үшін ол санитарлық ережелердің заңды тәртібі мен белгіленген шекті рауалды концентрациясы нормативтен аспауы тиіс. Шекті рауалды концентрацияның асып кетуі адамға, өсімдікке және жануарларға әсер ететін ауа, су, топырақтағы ластанудың әр түрінің шекті жол берілетін құрамасы болып табылады. Ауаның сапасын оның сапалық көрсеткіші G коэффициенті арқылы бағалайды. G тең болады SI бөлінген ШРКI. Бұндағы SI ластаушы заттардың концентрациясы, ШРКI ластаушы заттардың максималды бір жолдық шектелген рұқсат етілген концентрациясы. Егер G бірден аз болса, онда ауаның қауіпті заттармен ластану қаупі жоқ. Ол заттар ауада тез таралып кетеді. Егер G бірден көп болса, онда берілген өндіріс қоршаған ортаны қауіпті ластауда және табиғатты қорғау шараларын жүргізу керек болады. Ластау көздерінің зиянды әсерін бақылау және олардың әрекетін реттеу үшін атмосфераны ластайтын әр көзге шекті рұқсат етілген шығарынды тағайындалады. Бұл көрсеткіш кәсіпорынның белгілі уақыт ішінде ауаны тигізетін әсерін сипаттайды. Шекті рауалды шығарынды ауаның төменгі қабатында таралғаннан кейін мөлшері шекті рауалды концентрациядан аспайтындай етіп тағайындалған ғылыми техникалық норматив болып табылады. Шекті рауалды шығарынды 5 жылға тағайындалады. Қоршаған ортаның ластануынан экономикалық, экологиялық және әлеуметтік зияндар болуы мүмкін.
Экологиялық зиян дегеніміз қоршаған ортаның, атмосфераның, гидросфераның, флора мен фауна жағдайының нашарлауы. Әлеуметтік зиян адамдардың денсаулығына, әлеуметтік тұрмысына, тіршілігіне келетін зиян. Экономикалық зиян деп шаруашылық әрекеттерге келетін зияндардың ақшалай төлемін түсінеміз. Қоршаған ортаның ластануынан адамдардың денсаулығынан бастап тұрмыстың, шаруашылықтың барлық салаларына зиян келеді. Мұнда еңбек өнімділігі төмендейді, өнімдердің саны кемейді, сапасы нашарлайды, құрал-саймандар, жабдықтар коррозияға ұшырайды, топырақтың, судың, ауаның сапасы нашарлайды. Қоршаған ортаның ластануынан халық шаруашылығына келетін экономикалық зиянды бағалау және табиғатты қорғау шараларының тиімділігін анықтаудың уақытша үлгілік әдістемесінде экономикалық зиян деп зиянды болдырмауға және зиянның әсерін жоюға жұмсалған келтірілген шығындардың ең төменгі қажетті шамасы қарастырылады. Халық шаруашылығы тұрғысынан және өндіріс салаларында экономикалық зияндар әртүрлі бағаланатынын айта кету керек. Мысалы, ауыл шаруашылығында қоршаған ортаның ластануынан болатын зиян алынбаған өнімдер, ал мемлекет халықты және халық шаруашылығын ол өнімдермен қамтамасыз етудің мүмкіндігін қарастыру керек және зиянның орнын толтыруы тиіс. Қоршаған ортаның ластануынан болатын зиян екі бөліктен тұрады. Біріншісі табиғат қорғау шығындарынан және екіншісі экологиялық теңдестіктің бұзылуынан болған экономикалық зияндар. Қоршаған ортаның ластануынан болатын экономикалық зиянның құрамында табиғатты қорғау шығындары, зиянды өтеу шығындары және алынбаған табыс немесе тиым түріндегі іске асырылмаған мүмкіндіктер есептелуі керек. Экономикалық зиян төмендегі формула бойынша анықталады. Мұндағы МИ ластаушы заттың натуралды массасы, КИ ластаушы заттың салыстырмалы қауіптілік коэффициенті, Y шығарылымның бір өлшемінің зиянның ақшалай өлшемі, сигма территорияның аймақтық ерекшеліктеріне байланысты анықталатын коэффициент, F ластаушы заттың шығарылу биіктігіне, температурасына және қону жылдамдығына байланысты анықталатын коэффициент. Атмосфералық ауаны қорғау атмосфераның барлық қабаттарындағы энергетика мен ауаның химиялық құрамын сақтауды қамтамасыз ететін шаралар жиынтығы. Ол үшін атмосфераны қорғаудың негізгі шараларын жүзеге асыру қажет. Технологиялық процестерді экологияландыру, ауаны зиянды қоспалардан тазарту, атмосферада газды қоспаларды шашырату, автокөліктерден, ұшақтардан, жылу қазандарынан бөлінетін газ тәрізді ауа тозаны, ауыр металдар, фенолдар және тағы басқа зиянды заттектердің шекті мөлшерден асып кетпеуін бақылау, санитарлық сақтау белдемі, архитектуралық жоспарлау шаралары. Атмосфералық ауа маңызды сарқылмайтын ресурс. Бірақ қаншалықты сарқылмайтын болса да, біз бұл ресурсты тиімді пайдаланып қорғай білуіміз қажет. Себебі адам денсаулығы ауаның тазалығына байланысты деп бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Құрметті студенттер, сендерге жаңа тақырып бойынша төмендегі тапсырмалар беріледі. Бірінші бекіту сұрақтарына жауап беріңіздер. Екінші тапсырма: Алматы қаласының атмосфералық ауа сапасын жақсарту бойынша іс-шаралардың тиімділігін бағалау тақырыбында өзіндік жұмыс дайындау қажет. Үшінші тақырып бойынша тест сұрақтарына жауап беріңіздер. Сіздерге қосымша дайындық үшін төмендегі дерек көздері мен интернет ресурстарына сілтемелер берілген. Барлық тапсырмаларды ұсынылып отқан бағалау критерийлерін ескере отырып орындап, әдеттегідей Платонус платформасына оқытушыға тексеруге жіберулеріңізді сұраймын. Сабағымыз бітті. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.